Сәлем достар, бүгін біз сіздермен рулеттің рецептін бөлісетін боламыз. Ең алдымен жұмыртқаны ағынан сарысынан бөліп, осылай бөлек ыдыстарға салып алатын боламыз. Кішкене тұз, қант сеуіп миксерлейтін боламыз. Беті көбіктенгенше. Содан кейін жұмыртқаның сарысына сүт, сұйық май, кішкене қант, сода араластырып, онда електен өткізіп, осылай барлығын миксерлейтін боламыз. Міне бізде осылай тесто дайын болды. Енді соған жаңағы жұмыртқаның ағын салып, осылай араластырамыз. Бізде осындай дайын болды. Енді дайын болған 180 градуста қызып тұрған табада пісіреміз. Пісіру барысында сары маймен және де сгущенкамен осылай крем жасап, арасына жағып орайтын боламыз. Және де қатқанша біраз уақытқа қойып қоямыз. Нәтижесінде бізде осындай керемет рулет пайда болды. Отбасыларыңызды қуантыңыздар жасап, рецепт өте оңай. Көргендеріңізге рахмет.